Көзіңді жұмып жата қой. Процесті бастаймыз. Енді сол дәл бүкіл оқиға болған күнді есіңе түсіріп көр. Меніңше есіме түсіп жатқан сияқты. Итак, не болады? Біз сол күні Ларамен бірге аулаға ойнауға шыққанбыз. Біз үнемі баратын орман бар. Сол жерде ойнап жүргенбіз. Негізі қуаласпақ ойнап жүргенбіз. Бірақ Лара тығылып қалды. Мен оны іздеп жүрдім де уайымдап кеттім. Бір уақытта мен бір жыбырлаған дауыс естідім. Сол кезде бум деп Лара шыға қалды. Сонымен біз үйге қайттық. Үйге қайтқан кезде үйдің барлығы өртеніп жатқан еді. Яғни өрт болып жатқан. Лара, құтқарыңдар деп. Лара! Ойбай айналайын, бүгінге жеткілікті. Үйіңе қайта бер, бар. Аха, ертең келемін. Қызық, психологта есіме түскен өрт неге басқаша? Өткен шақта ондай болмады ғой. Неге Лара ол кезде көмек сұрады? Той, сен онда не істеп жүрсің? Жай барып бір көріп келдім. Ашпаймыз деп уәде берген едік қой, ашпасаңшы енді. Сен қалай шыдап жүргеніңді білмеймін, бірақ мен шыдай алмадым. Маған да оңай емес, бірақ енді ашпа. Иә, тезде жайына қойып қояйын. Мұнда не болып жатыр? Ойбай келе жатыр, тез отыра қалайын. Лана, сен қашаннан бері отырсың? О, сен келіп қойыпсың ғой, Лана. Мектепте қалай болды? Жоқ, қазір ғана келдім енді. Психологта қалай болды? Өзгерістер бар ма? Бір нәрсе өзгеріп жатыр ма? Иә, бізге айтсаңшы. Иә, есіме түсіп жатыр, бірақ қатты есіме түсе қойған жоқ. Маған әлі түсініксіз моменттер көп. Сол кезде не болған толық түсіне алмадым. Бүгін есіме өрт түскендей болды, басқаша бірақ. Сенің есіңе түсіре бастағаның бұл жақсы әрине. Иә, мен де қуаныштымын, не. Осы әжеңнің ескі особнягына көшкеніміз дұрыс болған сияқты. Мен тынығып келемін онда. Иә, бара ғой, Лана. Мұның ішінде не бар екен? Түрлері ағары бозарып кетті ғой. Түнде ашып көремін. Ал енді түнде болды. Барайын. Мынаны олар қалай ашқан еді, а? Мынау түстерінен басты ма? Ашылмайды ғой түстерінен. Қазір көрейік. Құлағынан бассаң да ашылмайды. Басынан басу керек екен ғой. Қызыл кнопкасы бар екен. Кім ойлаған мына жерде осындай бар деп? Ал мынаның ішінде не? Бұл не болды екен? Олардың сасқалақтап қалғанына қарағанда бірдеңені жасырғаны ғой. Қазір көреміз. Не қағаз болды екен бұл? Қағаздың ішінде екінші бөлменің кілті жазылған сияқты ғой. Екінші этажда қоймаға ұқсайды ғой. Әжемнің ескі үйінде қойма болған сияқты. Ескі заттар. Мынау не болды? Аяғым. Ой, мынау ескі шам ғой. Жанады екен әлі де. Жарайды. Заттардың барлығын көрейік. Мұнда тұрған не бұлар? Әжемнің ескі ойыншықтары сияқты ғой. Ал мұнда не болды екен? Мынау ескі заттар кімдікі? Мынау жайгымдікі. Мынау ана қорап емес пе? Мүмкін осы жерде шығар, осының құлпы болар. Ашып оқып көрейін. Құпия сандық ашыл. Ашылады ма бұл құпия сөз сияқты? Мына сандықтардың барлығында Лараның заттары тұр ғой. Неге мұнда жатыр бұл заттардың барлығы? Неге мұнда сақтап қойған? Неге? Екінші бөлімнің соңы.
Арнаға тіркелмеген болсаң, тіркеліп қоюды ұмытпа. Менде әрдайым қызықты видеолар болады. Сендердің қолдауларың өте маңызды.